Номері 45-те 6-шы есеп. Мұнда f от x функциясының туындысы табу қажет. Бірінші берілген f от x функциясы түбір асты x квадрат плюс 2x бөлікке 3x плюс 2. Бұл функцияның туындысы табу үшін бірінші түбір асты x квадрат минус 2x бөлікке 3x плюс 2-дің туындысы табу қажет. Және көбейтілген x квадрат минус 2x 3x плюс 2-ның туындысы табу қажет. Яғни түбір астынан алып, оны туындысы табу қажет. Келесі бізде түбір астында тұрған санның туындысы 1 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты сол сан болады. X квадрат минус 2x бөлінген 3x плюс 2. Және де көбейтілген x квадрат минус 2x-тің туындысы көбейтілген 3x плюс 2 минус x квадрат минус 2x көбейтілген 3x плюс 2-дің туындысы. Және бөлімінде 3x плюс 2-дің квадраты. Бірде көбейтіп жазып алсақ, бұнда туындысын тапсақ, бізде 2x минус 2 болады. 2x минус 2 көбейтілген 3x плюс 2 минус x квадрат минус 2x-ті өзі жазылады. Көбейтілген мұндағы туынды 3-ке тең. Бөлімінде 2 көбейтілген түбір асты x квадрат минус 2x бөлінген 3x плюс 2 көбейтілген 3x плюс 2-дің квадраты. 2x-ті 3x-ке көбейтсек 6x квадрат плюс 4x минус 6x минус 4 минус 3x квадрат плюс 6x. 2 көбейтілген түбір асты x квадрат минус 2x бөлінген 3x плюс 2 көбейтілген 3x плюс 2-ның квадраты. Әрі қарай тең болады. 6x квадраттан 3x квадрат азайтсақ 3x квадрат. Мұнда 6x пен 6x жойылады. Мұнда плюс 4x минус 4 қалады. Ал бөлімінде 2 көбейтілген түбір асты x квадрат минус 2x бөлінген 3x плюс 2 көбейтілген 3x плюс 2-ның квадраты. Келесі екінші f от x тек x квадрат минус 3 көбейтілген түбір асты 3x минус 1. Үстің туындысы табу қажет. Бірінші x квадрат минус 3-тің туындысы көбейтілген түбір асты 3x минус 1. Қосылған x квадрат минус 3-тің өзі жазылады. Ал түбір асты 3x минус 1-дің туындысы табамыз. X квадраттың туындысы бізде 2x көбейтілген 3-тің туындысы бізде 0 болады. Сондықтан осы жақшаның іші бізде 2x-ке тең. Көбейтілген түбір асты 3x минус 1 плюс x квадрат минус 3-тің өзін жазамыз. Түбір асты 3x минус 1-дің туындысы. Бірінші өздік туындысы табамыз. Ол бізде 1 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3x минус 1. Ал
одан кейін көбейтіп түбірді алып тастап 3х минус 1-ді өздік туындысы табамыз. Ол бізде 3-ке тең болады. Әрі қарай 2х көбейтілген түбір асты 3х минус 1 плюс 3-ті бұнда көбейтсек 3х квадрат минус 9 болады. Ал бөлімінде 2 көбейтілген түбір асты 3х минус 1. Осы жерде ортақ бөлімге келтіреміз. Бұнда 2 көбейтілген түбір асты 3х минус 1-ден, ал мұнда 1-ден береміз. 4х көбейтілген 3х минус 1 плюс 3х квадрат минус 9. Бөлімінде 2 көбейтілген түбір асты 3х минус 1. 4х-ті 3х-ке көбейтсек, бізде 12х квадрат болады. Оған 3х квадрат қоссақ, 15х квадрат болады. Ал 4х-ті минус 1-ге көбейтсек, бізде минус 4х болады. Мұнда минус 9. Бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3х минус 1. Келесі үшіншісі f от x тең 3х көбейтілген жақша іште 4-1х минус 5х кубының квадраты. Үстік туындысы табу қажет. Бірінші 3х-тің туындысы көбейтілген 4-1х минус 5х кубтың квадраты плюс 3х көбейтілген 4-1х минус 5х кубының квадратының туындысы. 3х-тің туындысы 3 болады. 4-1х минус 5х кубының квадраты өз жазылады. Плюс мұндағы 3х көбейтілген 2 алдыда түседі. Көбейтілген 4-1х минус 5х кубы. Және де көбейтілген 4-1х минус 5х кубының туындысы. Ол тең болады. 3 көбейтілген 4-1х минус 5х кубы квадраты плюс 6х көбейтілген 4-1х минус 5х кубы көбейтілген 4-1-дің туындысы бізде 4-1х-тің туындысы бізде 4-1 болады, ал 5х кубтың туындысы минус 15х квадрат болады. Келесі төртіншісі f от x тең жақша ішінде түбір асты 2х минус 3 және минус х-тің 4 дәрежесі. Осының туындысы табамыз. Бірінші 4 көбейтілген түбір асты 2х минус 3 минус х-тің 3 дәрежесі көбейтілген түбір асты 2х минус 3 минус х-тің туындысы. Тең болады 4 көбейтілген түбір асты 2х минус 3 минус х-тің 3 дәрежесі көбейтілген 1 бөлігі 2 көбейтілген 2х минус 3. Бізде минус х-тің туындысы 1 болады. Келесі 45-те 7-ші есеп. Мұнда f от x функциясының x нолевой тең 1-ге нүктесіндегі туындысының мәнін табу қажет. Бірінші туындысын тауып алайық. f от x тең
x кубтық 2 плюс x кубтық 5 дәрежесі. Тудысы табамыз. Бұл тең 2 бөлінген x куб плюс x кубтың 5 дәрежесінің тудысы көбейтілген x кубтан 2 плюс x кубты өздік тудысы. 5 алтыда түседі, көбейтілген x кубтан 2 плюс x-тік 3 дәрежесі 4 дәрежесі көбейтілген. Мұнда 2 бөлінген x-тік кубыдық тудысы бізде -6 бөлінген x-тік -4 дәрежесі болады. Плюс x-тің кубыдық тудысы 3x квадрат болады. Енді осы шыққан функцияның орнына f1-ді қойып есептейміз. 5 көбейтілген 2 бөлінген 1-дің 3 дәрежесі плюс 1-дің 3 дәрежесі 4 дәрежесі көбейтілген -6 бөлінген 1-дің -4 дәрежесі плюс 3 көбейтілген 1-дің 4 дәрежесі. 5 көбейтілген 1-дің 3 дәрежесі бізде 1 болады, оны 2-ге бөлсек 2 болады. 1-дің 3 дәрежесі 1, 2-ге 1-ді қоссақ бізде 3 болады. Ал 3-дің 4 дәрежесі 81-ге тең. Көбейтілген. Мұнда 1-дің -4 дәрежесі 1-ге тең болады. 6-ды 1-ге бөлсек -6 плюс 1-дің 4 дәрежесі 1, оны 3-ге көбейтсек 3. 5-ті 81-ге көбейтсек бізде 405 болады. -6-тан плюс 3 болғанда -3 шығады, бұл жақ шығады 3-і. Сонда 405-ті -3-ге көбейтеміз. Ол тең болады -1215-ге. Келесі екіншісі f от x тең x-тен 1-дің -x-тен 4 дәрежесінің 10 дәрежесінің тудысы тең болады. 10 көбейтілген x-тан 1 -x-тің 4 дәрежесінің 9 дәрежесі көбейтілген x-тан 1 -x-тің 4 дәрежесінің тудысы. 10 көбейтілген x-тен 1 -x-тің 4 дәрежесінің 9 дәрежесі көбейтілген x-та 1-дің тудысы бізде -1 бөлінген x квадратқа тең. Ал мұндағы x-тің 4 дәрежесінің тудысы 4x-тің кубы. Енді осылай f1 тең 10 көбейтілген 1 бөлінген 1 -1-дің 4 дәрежесінің 9 дәрежесі көбейтілген -1 бөлінген 1-дің квадраты -4 көбейтілген 1-дің 3 дәрежесі. 1-ді 1-ге бөлсек 1 болады, 1-дің 4 дәрежесі 1 болады, бұл жақ шығады 3-і 0-ге тең болады. 0-дің 9 дәрежесі 0-ге тең, 0-ді 10-ға көбейтсек, бұнда 0 болады. Демек, бұл есептің жауабы толығымен 0 болады. Келесі үшіншісі f от x тең 5x квадраты минус 3x-тің 4 дәрежесі. Бұның туындысы 4 алтыда түседі. 5x квадраты минус 3x өзі жазылады. Және де 4-тен 1 азайтамыз, 3 болады. Көбейтілген 5x квадрат минус 3x-тің туындысы. Төрт көбейтілген 5x квадрат минус 3x-тің кубы көбейтілген 5x квадраттың туындысы бізде 10x болады, ал 3x-ті 3 болады. f1 тең
4 көбейтілген 5 көбейтілген 1-дің квадраты минус 3 көбейтілген 1-дің кубы көбейтілген 10 көбейтілген 1 минус 3. 1-дің квадраты 1, 5-ке көбейтсек, бізде 4 көбейтілген 5 минус 3-дің кубы. Бұл жақшаның іші 10 минус 3 деп қояйық. 5-тен 3-ті азайтсақ 2 болады. 2-ді кубы бізде 8. 8-ді 4-ке көбейтсек 32 көбейтілген 10-нан 3-ті азайтсақ 7 болады. 32-ні 7-ге көбейтсек 224. Келесі төртіншісі f от x тең 5x-тің 5 дәрежесі минус 4x-тің 4 дәрежесінің 23 дәрежесі. 23 алдына түседі. 5x-тің 5 дәрежесі минус 4x-тің 4 дәрежесінің 22 дәрежесі көбейтілген. 5x-тің 5 дәрежесі минус 4x-тің 4 дәрежесінің туындысы. 23 көбейтілген 5x-тің 5 дәрежесі минус 4x-тің 4 дәрежесінің 22 дәрежесі көбейтілген. 5x-тің 5 дәрежесінің туындысы 25x-тің 4 дәрежесі минус 4x-тің 4 дәрежесі бізде 16x-тің 3 дәрежесі болады. Енді f1 тең болады 23 көбейтілген 5 көбейтілген 1-дің 5 дәрежесі минус 4 көбейтілген 1-дің 4 дәрежесінің 22 дәрежесі көбейтілген. 25 көбейту 1-дің 4 дәрежесі минус 16 көбейту 1-дің 3 дәрежесі. Мұнда 1-дің 5 дәрежесі 1-ге тең, мұнда да 1-дің 4 дәрежесі 1-ге тең. Көбейтсек 5-тен 1-ді 4-ті азайтсақ бізде 1 болады. 1-дің 22 дәрежесі бізде 1-ді береді. 1-ді 23-ке көбейтсек 23 көбейтілген 25-тен 16-ны азайтсақ 9 болады. 9-ды 23-ке көбейтсек бізде 207 болады.